Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанарбай Мырзаева. Бүгін 11 сынып оқушылары үшін органикалық синтез және 14 топ элементтері бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл жаратылыстану математикалық бағытқа арналған тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Берілген кестедегі бос ұяшықтарды толықтырыңыз. Бірінші, бром суы бізде қос байланысы бар құрамда қосылыстарға арналған сапалық реактив болып табылады. Келесі, бізде қышқылданған калий дихроматының ерітіндісі формуласы калий 2, хром 2, О7 және қышқылданған деп тұр. Сол үшін де ол қасында күкірт қышқылы жүреді. Түсі қызыл сарыдан түссізге ауысады. Келесі, Толленц реакциясы. Реактив бізде күмістің аммиактағы ерітіндісі. Күмістің басы түзіледі. Сол үшін де бұл күміс айна реакциясы деп айтылады. Келесі, Феллинг реакциясы. Бұл бізде альдегид тобына. Бұл жерде қызыл мыс оксиді тұнбасы түзіледі. Келесі, натрий гидрокарбонаты бізде карбон қышқылдарында натрий гидрокарбонатымен әрекеттескен кезде көмір қышқыл газы бөлінеді. Келесі, күміс нитраты ерітіндісі галоген алкандарға. Бұл жерде құрамда хлоры бар болса, аргентум хлор тұнбасы түзіледі, ақ түсті. Йод болса, аргентум ядиді түзіледі. Аргентум бромиді түзіледі. Галоген алканның құрамында қандай галоген бар, соған сәйкес күміс галогениттері тұнбаға түсіп отырады. Келесі, екінші есеп. Қазір келесі бетке шығарам, себебі мына жерде жазуға бос орын жоқ бізде. Екі аны шығарамыз. Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 21-ге тең. Д, Сx, Hy. Сутек бойынша 21-ге тең. Омега С берілген бізде 85-те 7%. Осы жердегі формуланы табуымыз керек. Сонымен шешуі. Алдымен сутектің массалық үлесін тауып аламыз. Сутектің массалық үлесі 100%-тан көміртектің массалық үлесін 60-тағынға тең. 100-ден азайтамыз 85-те 7-ні. Сол кезде бізде 12-де 5 шығады. Сонымен Cx, Hy деп белгілеп аламыз. Бұл жерде бізде X пен Y белгісіз. Осы X пен Y-ді табу үшін әрқайсының массалық үлесін оның атомдық массасына бөлеміз. X бізде көміртекті сипаттап тұр. Сол үшін көміртектің пайыздық үлесін оның атомдық массасы 12-ге бөлеміз. Дәл солай сутек үшін жүзеге асырамыз. Нәтижесінде 7-де 14 алдымен шығады бізде. Және 12-де 5. Ішінде кіші санға бөлеміз 7-де 14-ке. Сол кезде 1-де 75 шығады. Осыны дөңгелектесек 2-де 3,5 шығады. Енді салыстырмалы тығыздық бойынша молекулалық массасын табамыз. Ол дегеніміз сутек бойынша салыстырмалы тығыздығын сутектің молекулалық массасына көбейткенге тең. 21-де 2-ге көбейтеміз, тең 42-ге тең. Енді n-ді табамыз. N-ді табу үшін мр
С2H бөлеміз. Емер біз тапқан С2H3,5-ға. Сол кезде 42-ні бөлеміз. 27-те 5-ге. Сол кезде 1,5 шығады. Демек, мұнда 2 мен 3,5-ді 1,5-ға көбейтеміз. Сол кезде С3H6 бұл бізде пропен шығады. Келесі екінші есебі. Пропан мен ацетиленнен тұратын қоспаны бром суы бар шыны түтік арқылы өткізгенде шыны түтіктің массасы 1,5 граммға артты. Масса тең 1,5 грамм. Көмірқышқыл газы бөлінген 1,4 литр. Масса табу керек. С3H8. Шешуі. Пропан мен ацетиленнің қоспасынан тек пропан емес ацетилен ғана әрекеттеседі. Себебі қос байланыс бізде пропанда жоқ. Броммен құрамында қос байланысы бар заттар ғана әрекеттеседі. Ацетилен бізде 3 еселі байланыс бар. Сол үшін 4 бромды қосуға төзіне. Енді ацетиленнің зат мөлшерін табайық. Себебі бұл жерде 1,3 грамм бөлінген қатысқан. Бұл бізде ацетилен. 1,3-ті бөлеміз. Оның молярлық массасы 26-ға. Сол кезде 0,05 моль шығады. Енді ацетиленді жандырамыз. Нәтижесінде көмірқышқыл газы және су түзіледі. Көмірқышқыл газына X деп, осы ацетилен жанған кезде қанша көмірқышқыл газы жұмсалатынын тауып аламыз. Ацетилен үшін бізде 0,1 моль көмірқышқыл газы жұмсалады. Енді пропан үшін есептейік. Енді біз пропан үшін есептеу үшін бастапқы бөлінген көмірқышқыл газының зат мөлшерін табамыз. Ол үшін біз оны ВМ-ге бөлеміз. В бізде 1,4, қалып жағдайда көлем 22,4-ге тең. Бөлген кезде 0,625 моль шығады. Енді пропан үшін қанша көмірқышқыл газ кеткен табу үшін 0,625-тен азайтамыз. 0,525 моль кетті. Осы арқылы пропанның массасын тауып аламыз. 0,525, мұнда 3 моль, мұнда X, мұнда 1 моль. Енді пропан тең болады 0,525-ті 1-ге көбейтіп 3-ге бөлгенге. Нәтижесінде 0,175 моль. Енді масса пропанды табамыз. Массаны табу үшін зат мөлшерін молярлы массаға көбейтеміз. 0,175 моль, оны көбейтеміз, молярлы массасы 44-ге тең. 7,7 грамм. Бізде ацетилен С2H2 деп жинап жазам. Тең болады 1,3 грамм. Сонда М қоспаның массасын тауып 1,3-ке қосамыз. 7,7 тең 9 грамм екен. Енді массалық үлес С3H8 табамыз. Пропанның массасын жалпы қоспаның массасына бөліп 100%-ға көбейткенге тең. Нәтижесінде 85,6% шығады. Есептің жауабы 85,6%. Келесі
Үшінші тапсырманы да мен қазір келесі бетке шығарамын. Сонымен үшінші тапсырма. Үш аны шығарамыз бірінші. Берілген генетикалық айналымды жүзеге асыруға болатын реакция теңдеуін жазыңыз. Бірінші дихлоретан. Дихлоретанның формуласын жазамыз. Осыдан этилді алу керек. Бұл үшін калий гидроксидінің спирттегі ерітіндісімен әсер етеміз. Міндетті түрде спирт жазылу керек. CH2 ол жұлып алу реакциясы жүзеге асады. Нәтижесінде этин немесе ацетилен түзіледі. Енді алынған этинге су қосатын болсақ, сынап тұздары қатысында бұл бізде көтеру реакциясы. Нәтижесінде этанол алынады. Этанол немесе оны сірке альдегиді дейміз. Этанолға сутек қосатын болсақ, немесе оны тотықсыздандыру деп айтамыз. Нәтижесінде этанол түзіледі. Этанолды жандыратын болсақ, көмір қышқыл газы және су түзіледі. Көмір қышқыл газына көміртекпен әсер ететін болсақ, иіс газы түзіледі. Келесі иіс газына су қосатын болсақ, метанол түзіледі бізде. Келесі тапсырма. Берілген генетикалық айналым жүзеге асыруға болатын реакция теңдеуін жазыңыз. Бірінші бізде тұрған ацетон. Ацетонға сутекті қосатын болсақ, бізде кетон тобы спирт тобына дейін тотықсызданады. Нәтижесінде пропанол 2 түзіледі бізде. Келесі алынған пропанол 2-ге, яғни X затымыз, астына жазып қояйық. Пропанол 2. Күрт қышқыл қатысында әсер ететін болсақ, дегидратация реакциясы жүреді, нәтижесінде пропен түзіледі. Және су бөлініп шығады. Пропенге броммен әсер ететін болсақ, ол өзіне бромды қосып алады. Нәтижесінде қоспайған үзіледі бізде. Бір, екі дипром пропан түзіледі. Ары қарай элементтердің химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрыңыз. Қорғасын оксиді, және тұз қышқылы. Нәтижесінде қорғасын хлориді, су және хлор газы бөлінеді. Келесі қорғасын 4 оксиді тұз қышқылымен әрекеттескен кезде қорғасын хлориді, хлор 2 және су молекуласы бөлінеді. Мына жерде біріншісінде келесі
келесі қорғасын 2 оксиді плюмбум О натрий гидроксидімен әсер еткен кезде натрий плюмбаты түзіледі. Плюмбум О2 плюс және су түзіледі. Көміртек диоксиді СО2 суды қосатын болсақ, көмір қышқылға түзіледі бізде. Кремний оксидін тотықдастану реакциясын теңдеуін электронды баланс әдісімен теңестіріп, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтаңыз. Кремний оксиді көмірмен мысалға алып жазсақ болады. Бұл жерде көміртектікі плюс 4-тен өзгеріп тұр. Бұл жерде кремнийдікі плюс 4-тен өзгеріп тұр. Кремний 0-ге дейін. Келесі көмірдікі 0-ден көмір плюс 2-ге дейін өзгеріп тұр. Тотықсыздану процесс жүзеге асады. Тотығу процесс жүзеге асады. Кремний оксиді тотықтырғыш. Көміртек тотықсыздандырғыш болып тұр. Мына жерде тотығу дәрежелерін қойып шығар. Плюс 4, 0, 0, плюс 2, минус 2. Мұнда минус 2 деп. Келесі 5-ші есепті қазір бөліктағы бетке шығарамын. 5-ші есепті шығарамыз. Массасы 0,3 грамм көміртек. Көміртек берілген, жазайық. Тұнбаның массасын табуымыз керек. Тұнба бізде барий карбонаты. Алдымен барий гидроксидінің массасын тауып аламыз. Ол үшін берілген массаны омегаға көбейтіп 100%-ға бөледі екенбіз. Масса 200 грамм, омега 3,42%, оны бөлеміз 100%-ға. 6,84 грамм шығады. Енді реакция теңдеуін жазамыз. Барий гидроксиді мен көмір қышқыл газ арасында реакция теңдеуін жазамыз. Нәтижесінде барий карбонаты түзіледі және су түзіледі. Осы жерден массасын табамыз. Барий гидроксиді 6,84 грамм. Тұнбаның массасы x грамм деп, астына молярлы массаларын тауып жазатын боламыз. 17-ні көбейтіп 137-ні қоссақ, 171 грамм екен. 197 грамм. Барий карбонатының массасы тең 6,84 көбейту 197 бөлу 171.
Бірақ бұл жерде қазір есептемей тұрамыз, себебі көмір қышқыл газын ескермедік. Ол үшін алдымен бастапқы көміртектің зат мөлшерін табамыз. Ол үшін массаны малярға массаға бөлеміз, 0,3-ті бөлеміз 12-ге, 0,025 мол екен. Енді бізде көміртек пен көмір қышқыл газының зат мөлшері тең. Себебі екеуінің арасында реакция жүргізетін болсақ, алдында моль сандары тең, екеуі де 0,025 мольге тең. Енді бар гидроксидінің массасын зат мөлшерін табатын болсақ, тоже массаны малярға массаға бөлеміз. Алты 84-ті бөлеміз 171-ге 0,04 моль. Демек, бар гидроксиді бізде артық екен, онымен шығармаймыз есепті, көмір қышқыл газымен шығарамыз. Мына жерде көмір қышқыл газының зат мөлшері 0,025 моль, астыңғы бөлікте 1 моль. Мына жерде жазылып тұрса да болады, мен кедергі келтірмес үшін өшіріп қоямын. Сонда М барий карбонаты тең болып тұр. 0,025 көбейту 197 бөлу 1. Төртте 93 грамм шығады. Ары қарай жалғастырамыз. Енді кестені толтыруымыз керек. Алдымен плюс 2 тотығы дәрежелі оксидтердің формуласын жазайық. СО, одан кейін кремний оксиді, германий оксиді, қалай оксиді, қорғасын оксиді. Қышқылдық қасиет көрсетеді. Қышқылдық қасиет. Екі дайлы. Және келесі негіздік. Плюс 4 тотығы дәрежесін көрсететін бұл көмір қышқыл газы, кремний 4 оксиді, германий оксиді, қалай оксиді, келесі қорғасын оксиді. Қышқылдық қасиет. Қышқылдық. Екі дайлы. Негіздік қасиет көрсетеді. Келесі қорғасын мен қалай оксидтерінің тотығы дәрежесін көрсетеді. Қалайын анағұрлым тұрақты оксидінің формуласын жазыңыз. Қалай 2 оксиді анағұрлым тұрақты, анағұрлым тұрақсыз қорғасынның қорғасын 4 оксиді. Сонымен сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.